Арнама қош келдіңіздер. Әңгіме басталмас бұрын арнама тіркеліп қолдау көрсете отырыңыздар. 80-ші жылдардың ортасы. Көктем айы. Рахиманың іші ауырып, перзентханаға түскеніне 19 сағат өтті. Врачтар қабылдарда бір ауысымда бір қарап қоя берген. Теңселіп жүр. Кең дәлізге сияр емес. Қасына бір қыз қосылды. Көрші қаладан едім. Пойыздан түсіріп алды, деді. Қатты қиналса да сыр берер емес. Бұл одан ұялғаннан дымын шығарғысақ келмейді. Ах деп таңғы 7-ге жуық босанды. Бірге босанды. Бұл ұл босанса, көршісі қыз босанды. Бірақ ұлын емізуге алып келмей қойды. Бөлмеде ақ халаттылар қаптады. Бірдеңе дұрыс емес. Рас екен. Ақаумен толған екен сәбиі. Тек аман болса екен болды, бар тілегі. Ал қасындағысы сүті жоғын сылтауратып, баласын бауырлар емес. Кеудесі тырсылдағасын бұл сұрап алған емізуге. Қуана келісті. Бере салды. Бор-бор бетіп, мәмі емген бөбектің есінен артық не бар дүниеде. Рахима көзіне кеп қалған жасты ірке берген. Кеш батты. Түнгі кезекшіліктің қызметкерлері топтасып кіріп келді палатаға. Тонометр мен бірнеше уколдары бар қолдарында. Бірдеңеге дайындалған сыңайлы ма, іштерін бір-бір басып, шағымдарын тыңдаған болды. Ауыр тынышта орнаған. Рахима, сенде неше бала бар? Үйде 3 жасар ұлым бар. Жақсы екен онда. Ұрпақсыз емес екенсің. Бекем бол қалқам. Бөбегің шетінеп кетті. Рахима талқысып кетті. Тез қан қысымын өлшеп, екіншісі уколын әзірлеп у-шу боп кетті. Басына салды. Көнді пендесі. Тәртіпке сай, емі біткенше осында қалатын болды. Үйге барғанда күйде болмас. Хабар бермеді. Бірақ естіртем шығарда деп. Көңілі құлазып, солқ түссе де өзін қатты ұстады Рахима. Бір күні түнде қасындағының жылағанын естіп оянғаны. Аты Сания еді. Жасы 18-де ғана. Студент. Ата-анасы Алтай жағында. Өзі Алматыда оқимын деген бір сөзінде. Сания, не болды? Бір жерің ауырама? Дәрігер шақырайын ба? Жоқ, тәте, жоқ. Мен просто больше не могу. Өлгім келеді. Ойбай-ау, не болды? Сөйтсек, аяғы ауырлаған қыздан жігіті бас тартып, ауылына кеткеннен оралмапты. Сабағынан сұранып, оның артынан барып келе жатқан беті екен. Шала босанған. 7,5 айлық етіп. Бірақ ширақ бала. Еміп салмақ жеңіп келеді. Не айтарын білмеді Рахима тәтесі. Батылы жетіп, маған бересің бе бөпені? Деп салды. Осы сәтте Сания да, тәте, қолыңыздан келсе алыңызшы, бәрін жазып берем. Деп күні бұрын дайындалғандай ақтарла жөнелді. Құдай алдында разымын. Іздеп мазаңызды алмаймын. Уәде. Сөзін түйіндеген Сания қызының жақсы үйге бұйыратынына расымен қуанышты еді. Рахима дәліздегі пост жанына барып, телефонға рұқсат алды. Әкесіне хабарласты. Тез жетуін сұраған. Әкесі облыс асып, республикаға танымал жан еді. Мен дегендердің бәрі әкесіне амандасып барып, батасын алады. Үйінен қона қарылмайтын. Елді аузына қаратып, үйітіп, бағындырған, турашыл болса да, балаларына өте мейірімді еді әкетайы. Ақ Волгасымен жетіп ақ келген. Әңгіме қысқа болды. Дәрігерге не айтты, не қойды, Рахиманың жұмысы жоқ. Бар ойы балапанды құшағына алу. Солай болды да, үйіне хабар да бергізбей, өз жұрты бар сән салтанатымен шығарып алған Рахиманы. Енесі іштей ұнатпаса да, ауқатты,
әрі танымал құдасынан алғып, келінге үндемеді. Дастарханға деп бүкіл керек жарағымен қоса, бір қойдың еті мен жас анаға сорпаға деп бір сирақ жылқы еті де жеткен. Бәрін түсірісіп, ене де кеуде маймаңдап жүгірісті. Рахиманың әкесі өз әкесінен қалған шапанның етегіне бөбекті орап қойды өзінше. Бөтенсімеді, керісінше ата болып, жүрегі елжіреген үстіне елжірей берген. Құдағи мен күйеу балаға да мейіріммен қарауды тапсырып қойды. Оларда не шара, қалбалақтап басы изескен. Ұлдың атын өзің қойдың, құдағи. Бүркіт деген ат керемет. Сөз жоқ. Атына заты сай жігіт болып өссін әрине. Бұл баланың есімін өзім қоямын. Ренжімейсің. Өзі киелі құстың көгілдіргіндей ғана екен. Бөбектің есімі Аққу болсын. Өмірлі болсын. Бәрі бет сипасып, үстелге жаңа ғана буы бұрқырап келген етке қол созды. Аққу қызымыз арасында беті ақ қағаздай, мойны ұзын, басы бойын тіп-тік ұстайтын қыз боп бой жеткен. Нағашы атасы осы қызға дегенде шығар жаны бөлек боп, әр нені осылтау етіп, қой, жылқы, тай атап беріп жібере беретін. Әкесі қуанып қалатын ондайда. Ендіше қорасы толғаны өтірік емес. Жұрт бұрын жуастығына қарап, қой жантас дейтін. Қазір бай жантас атанған. Атасының да өз есебі бар. Аққуы бітірсе, оқытатын шама жоқ деп қарап отырмасын дейді. Рахима қызы училищені бітіре сап, жантасқа күйеуге тегенде ренжіген жатақап. Қарапайым темір жолшы деп емес, оқығанына сай жұмыс істемей қалды деген. Оған өкпелеген Рахима жоқ. Жантасты шын сүйеме, іші білсін. Шайпау енесінің дегеніне көніп, сартылдап үй шаруасын дөңгелетіп отырған отанасы. Құдайдың берген екі баласын ауыртпай өсіріп жеткізу ғана арманы. Ұлы бүркіт әке жолын қуып, олда училище бітіріп кеп, темір жолға орналасты. Келін түсірді. Енесі аздай, бұл келін де көк біттеу болды. Ұлдың мінезі де әкесі еді. Көп ретте үндемейтін оған. Үріп қояр, дейтін күлдіріп, әрі жұбатып анасын. Енді үлбіретіп өсірген қызы оқуға түспек. Ойлаған балын жинап, облыс орталығындағы университетке түсе қойғаны бар емес пе, қуантып. Болашақ шығыстанушы. Алып ұшып жүрген қызына қарап, әке де, шеше де мәз. Әжесі оқуды шығын деп санады. Тірнектеп жинаған мал шашылды деп те салған. Рахима тілін тістеді. Жантас, кімнің арқасы екенін ұмытпайық, деген жұқалап. Бәрін байқап жүрген келін, үлкен енесіне күнде бестің шайын беріп жүріп, осы үйдегі бүкіл сырды біліп алды. Сумаңдап жүріп, дүкеншіге айтты. Дүкенші, ешкімге айтпа, деп қойып, бүкіл ауылға жайып үлгірді. Сөз жерде жатсын ба, іші тарлау құрбысы, Аққуды мұқатпақ болып, кластың соңғы вечерінде дүйім жұрттың көзінше, өз шешеңді тауып ал, жетімек, деген. Алаулаған көңілі мұздай қатып келген Аққуы. Рахима не болғанын түсінбейді ал. Қызы ештеңе демеді. Мұңайып жүріп, жолға жиналды. Сол жақта нағашы тәтесі мен жезесі күтіп алатын болды. 2 минут қана аялдайтын жүйрік пойызға киім кешегінен бөлек, ішіп жемі молынан салынған бірнеше сөмке мен мінгізіп жіберді талапкерді үй іші. Көтіп алып, жетектеп апарып құжаттарын тапсыртқан тәтесіне жатақханаға жататынын жеткізді. Бәтима тәтесін көндіріп, жатақханаға орналасты. Студенттік қызыққа толы күндер зулап өте берді. Тек каникулдарда ғана болмаса, өзгелер құсап, апта сайын не айма-ай желп етіп бара бермейді. Көңілі құлазып, ата-анасын сағынады. Нағашы атасының алпамсадай кеудесіне басын қойып, еркелеген күндерін аңсайды. Құрбыларына еріп, түн кезбесе де, есесіне кітапханадан шықпайтын. Тілі үйренуі тағы бар, ешқандай оғаш қылығы жоқ. Оқуды ғана ойлаған Аққу
диплом алар күні заңгерлікті бітіріп жатқан Ерланмен танысты. Сыртынан бақылап жүрді ме, кім білсін. Ерлан ауылға кетем деген күні келіп, пойызға өзім шығарып салам деп, қояр да қоймай алып шықты. Өмірінде жігітпен жүріп көрмеген байғұс қыз, ер басымен жалынғанына ұялып кете берген бірге. Зыңқып тұрған апел вокзалға емес, қиыс кеткен. Шошыған қыз үндей алмай қалды. Асфальт бітіп, ойдым қара жол басталды. Қыз иманын үйіріп отыр. Елді мекен атауы көрінгенде, бұл өзін алып қашып бара жатқанын білді. Қош бол атанам, қош бол диплом, дей берген іштей. Он жерден қарсы екенін айтып жыласа да, жеңгелері жабылып жүріп көндірген. Махаббат деген әшейін-ақ дүние екен, олардың айтуынша. Бала туса, жақсы көріп кетпек. Қайтсын қыз, көнді, қалды. Білмегенін үйренді, білгеніне алғыс алды. Атасы мен енесі келінде шаруасы болмады. Уақытымен ас суын ұсынса, батасын беріп мәз. Елге керемет болып көрінгенімен, ұрдажақ мінезді күйеуі сәл нәрсеге ашу шақырып, мұны кеп төмпештейтін. Көгермеген жері қалмады. Боқтықтың түр-түрін айтса айтсын. Естігеннен құлағым түспес. Ұрмаса екен. Осылай тілейтін болған соңғы кездері. Ата енесі ортаға түсіп, оларда оңбай жұдырық жеп қалатын. Сөйтіп жүріп, аяғы ауырлағанын кеш білді. Әке шешесі хабарын білуге өздері звондайтын. Аққу, жақсымын деуден танбайтын. Немерелі болатындарын жұқалап жеткізген. Ертесіне нағашы атасы жүк салғышына дәу қойы бар, айналып толғанып жетіп келмесі бар ма? Сол күн ең керемет сәт еді. Атасына барынша жақындағысы келмеген. Еркелетсе, іші толған өкпе реніштен ақтарыла жылайтынын сезді. Алыстан ғана қарап, көздермен жақсы көріп қарап жүрді. Асатқаным дегенінде, алақанымен атасының дәу қолдарын ұзағырақ ұстаған. Атасын шығарып саларда, көздері мөлтілдеп кеткен. Әшейінде аюдай ақырып жүрген күйеуі, шибөрдей бүрісіп, жылмаңдап жүр. Оған нағашы атасы қаттырақ айтып кетті. Жұмысын керемет болғанын қайтейін. Қызымның күйі кеткен әбден. Аманатың емес пе әйел деген. Жауапкершілігіңді дұрыс атқар. Аққу байғұс жуып шайып әлек. Ауырыңқырап жүрмін ата, менде бәрі жақсы. Атасы қолына қомақты ақша ұстатты. Үстіңді жаңала, дәрумен іш. Жұрт ұстап жүрген ұялы телефоннан ал. Шал болып менде бар. Деп ұялтып, әрі қадап айтты. Сол кеткеннен атасы мұрттай ұшып ауырған. Немереден хабар алуға шамасы келмейді. Атасы оңалмағанын, бірыңғай төсек режимінде екенін естейтін ата-анасынан. Дұға жасаудан басқа амалы жоқ аққу, үйдің күйбенімен ақ шаршайды. 9 айда өте шыққан. Ұл тапты. Күйеуі шығарып та алмады. Өзі такси жалдап келді отбасына. Ата енесі қауқылдап мәз. Көтім қайда? Келе сап, білекті сыбанып іске кірісті. Ұлының атын Азамат қойды. Азамат тәй-тәй басқанда, нағашылары кеп тойлатқан. Сол той Ерланның бет-пердесін шешеді. Қуанышты сылтау етіп, өкіртіп ішті. Қонақтарға қарамастан, аққуды боқтап боралап, қой дегенге құтырып, қол жұмсады. Басылдау дегенде қонақтар тарқай бастады. Азаматтың киімін ауыстырып отырған аққудан ала алмаған өші бардай. Маңдайына кеп, қолындағы ауыр затпен қойып қалғанда, шапшыған қан түгел денесін жауып кетті. Бала даусы шықпастан қатты да қалды. Машинасын оталдырып отырған ағасы бүркіт елден бұрын иесін жиып кіріп келді де, күйеу баласын бір жұдырықпен сұлатты. Барлық құжаттарын алуға бұйырды қарындасына. Ауруханаға апарып, маңдайын тіктіріп, хирургия бөлмeye қалдырды. Жиенін үйіне әкетті. Көз алдындағыдан есеңгіреген әке шешесі бірде қан қысымы көтеріліп, бірде жылап келді жолда.
Бүкіл қиындығы арта қалғандай болған аққуға. Бекер екен. 2-3 ай үндемеген жеңгесі бұл отырып қалса күңкілдеп шығатын болыпты. Әжесі де жақтырмайтын сияқты ма, көңілі түсіп жүрді аққудың. Баяғы сыныптас қызы айтқан рас өтірігі беймәлім әңгімеді де осы жеңгесі бықсытқан. Көптене береді көңілі. Шешесіне айта алмады тағы. Ренжиме дегені ғой. Әке шешеден еш қағажу көрмеді. Аса еркелетпесе де, ақыл мен тәрбие, сабырды бір кісідей ақ бойына сіңірген бұның. Сонысына разы. Бір күні анасымен оңашада ұзағырақ әңгімелесті. Батылы жетіп, өзін бұл үйде артық сезінетінін айтып салды. Ана сорлы, қашанда ана ғой. Шырпыр болды. Іштегісін ақтарды бұл. Сұлқ отырып қалған анасы. Уақыт жетіпті. Айтты. Дыман қалдырмай бүге шегесіне дейін. Тіпті сұлулығы мен жарқ етіп күлгенде егінің ортасы шұқыршықтанып, одан сайын әдемі боп кететіні де туған анасына ұқсайтынын айтты. Аққу жыламады. Білетін адамдай тыңдады. Анасын қатты құшақтап алып, бәрібір сен менің анамсың. Сенің уызыңды ішкен, уысыңды аялаған балапаның боп қала беремін. Кешірші мені, апатайым. Көкем екеуің ең тамаша жансыңдар. Мен қалаға кетіп жұмыс істейін. Азамат өзіңе аманат. Жақсарсам өзіме алып кетем. Деп, әрі жақсы көретінін айтып, әрі рұқсатын сұрады. Әке шешесі ойласа келе, қалаға жіберді. Артынып-тартынып қаладағы Бәтима тәтесіне келген баяғы. Бірден айтып қойды. Жұмыс жасап ақша тапсам, бөлек шығам деп. Өзің білге салды тәтесі. Қаланы аралап, дипломға сәйкес жұмыс таппады. Тапса да, тәжірибесі жоқтығын айтып, шығарып салды. Осылай бір аптасы зу еткен. Ұятты қойып, күнделікті ақша беретін жұмыстар іздестірді. Көбісі түнгі ауысым, ұнатпады. Сөйтіп жүргенде, пәтер агенттігіне тазалықшы керек. Күніне 2000, таңғы 9-дан кешкі 7-ге дейін дегенде тіптен қуанды. Бір жамана айына 2 күн ғана демалыс ала аласың. Мейлің деді аққу. Күндіз, әрі ақшасы күнде болғанына қуанды бастаса. Жүрегі дүрсілдеп, көп қабатты үйлердің арасымен келеді. Анау жерде отырғышта бастығы күтіп отыр. Сөйлеспек. Бой сойын бақыламақ. Жақындап кеп амандасты. Өзін Аконя деп таныстырған, толық, қара, әп-әдемі, шашына торғай тышқандай етіп, сарымен бояған әйелдің даусы жағымдақ. Аққуды ұнатты Аконя. Түрден адам танитын болған пысық келіншек, заман тілмен айтқанда кәсіпкер. Қалада бірнеше пәтері, бір коттеджі бар. Сондай-ақ бірнеше пәтерді жалға алып айналдырады. Аққудан басқа тағы 2 қызы бар екен жұмыста. Олардың бірі үнемі той жиынға алынатын коттеджден босамаса, екіншісі 10 шақты пәтерге ие. Мұның құзырына қалған 8 пәтер тиесілі екен. Жұмыс орның менің үйімде. Босаған пәтерді жинаудан бөлек ас, су, үй жинау сенің мойныңда, деді. Амал жоқ, келісті. Таң азанмен оянып, шайын ішіп, жұмысына кетті, бісмілласын айтып. Аконяның үйі ескі үлгідегі үй болса да, кең 4 бөлмесі бар пәтер екен. Жаныңа керектің бәрі бар. Таңғы ас шай әзірлеп, хозяйкасымен бай баласын тамақтандырады. Отағасы жұмысқа, ұлы оқуға кетті. Аққу тез үй жинауға кірісті. Қоқыс төгіп келсе, хозяйкасы қолына кілт ұстатып, үнемі байлап қойған таксиге мінгізіп жіберді. Адрес тілдей қағазда. Таптау әйтеуір. Жалдаушылар күтіп тұр екен. Кілтті беріп, куәлігін алды. Іс сапарлап келдік. Қаланы аралатсай. Қонақпыз, деп аққуға әзілдемек болған 3 жігіт шошып кетті бұл. Атып шықты пәтерден. Хозяйкасына түк демей құжатты берді. Осылайша
Аққудың жұмыс күні басталып кеткен еді. Онша қиын емес деп ойласа да, қаланы айналып, пәтер жинап, жуу, қабылдау, тапсыру, одан Аконяның үйінің шаруасы сілесін тастай қатырған. Бас тарта алмайды. Әзір барға шүкір етіп істей тұрмақ. Ең болмаса, келесі айда тәтесінен бөлек шыға алатындай қаржы жинауым керек. Үйту керек, бүйту керектермен басы қатты. Айлар өте берген. 2 күн демалыста ештеңеге үлгірмеймін деп ауылға да бармайтын. Аға жеңгесі қалаға шаруамен келгенде ұлын әкеп тұрды. Солда көңілге медеу. Иіскеп, сүйіп, құшақтап, мауқын басқан болады. Қайдан? Кеткен бойда бір жұмаға дейін жылап сықтап, көңілі түсіп жүрді Аққудың. Тиынды тиынға қосып, нағашы тәтесінен бөлек кеткен. Атасы етін, сүтін, құрты мен ірімшігін үздірмейді. Тәубе дейді оған да. Атасының жағдайы сол қалпы деп естиді. Дауысын естіп, айналып толғанғанын тыңдап, бір жылап, бір күліп, ол да жанына демеу боп шапқылап жүрді кейіпкеріміз. Соңғы кесері Аконя мұны не болса соған жұмсап, әлі іздеп, тиісуін үдетіп жүрді. Бұл түсінбей дал. Бақсам бақа екен демекші, шарттық қарын байын қызғанып жүр екен ол қасқа. О сорлы басым, не жаздым тағы? Өзінен көрмей ме? Бәрін жаңадан алса, мен не деймін? Деп күйінді Аққу іштей. Пәтерлеріндегі оны мұнысы сынып, не босылса, ертіп апарып, жөндеттіретін Есенге. Хозяйканың күйеуі. Жазығы не расында? Клиент тұрақтасын десе, бар жағдайды жасау керек қолдан келгенше. Мұның міндеті де емес, негіз айту. Жаны ашып айтатын. Енді айтсам ба бәлем? Бұлған-тылған боп, бұл әңгімесін бірге істейтін Нонаға айтты. Ол әрине жеткізді хозяйкасына. Сейсенбінің таңы еді. Жұмысына асыға басып жеткен. Кірсе, хозяйкасы еңіреп отыр. Келді ұры неме? Мен аяп алдым жұмысқа. Бұл асымды ішіп, дастарханымды тіліп кетті. Қайырымсыз қайыршы, деп қорс-қорс етіп қояды Аконя. Ішкі істер бөлімінен біз, деп 2 жас жігіт өздерін таныстырып, Аққуды сұраққа ала бастады. Айтуларынша, үйден хозяйканың алтын бұйымдары мен құнды құжаттары жоғалыпты. Жай жатқан екен шкафта. Бұдан сезіктенгені кеше сәл ерте кеткен екен. Тәте, сіз өзіңіз емес пе? Кілтті клиентке тапсырда, үйіңе кете бер деген. Өзіңіз ресторанға тойға кетеміз, үй ішімізбен дедіңіз. Мен жабық есіктен қалай кіремін? Деп шырылдады бұл. Үйтті-бүйтті, ішкі істер бөліміне кетті бір уақытта. Аққуды қолхатпен жіберді. Басына қара бұлт үйірілген әйел, басы қазандай болды уайымнан. Кімге айтып ақталар? Қайда шағымданады? Бір кесе үйге айтпайын деп шешті. Өзі ақ адамға қалайша күйе жақпақ. Мен өзім жеңіп шығамын, қалайда. Іші өртеніп тұрса да, өзіне күш беріп, қайрап қояды. Аконя ұрлықтан бөлек, не бір қитұрғы әрекеттерді Аққуға таңа-таңа байғұсты қаматып тыңды. Жерде жатсын ба, жаман жаңалық әке-шешеге жеткен. Есеңгіреп қалған олар мән жайды білуге ағасын жіберді. Жай жұмысшыдан станция бастығы болып көтерген бүркіт бірден тергеу изоляторына кеп анық қанығын білді. Бірнеше күн жатып, қарындасымен жолыққан. Бірақ сұрақ менде. Сен ақсың ба Аққу? Яға, мен ақпын. Сіздерге айтпайын дегем. Жетіпті ғой ақыры. Бұлар мені қинап қаматып жіберсе, азаматым аманат өзіңе. Мен ақпын. Деп ағынан жарылды Аққу. Қаладағы ең мықты деген адвокатты іздеді ағасы. Тапты. Қалам ақысы да жоғар екен. Мейлі, күйген дүние күйсін. Алып қалам қарындасында қалайда. Осы ойлар ғана жаулаған санасын ағасының. Адвокат та өз жағдайына қарай әуелі Аққумен сөйлесіп, біраз затқа көз жеткізгісі келетінін айтты. Кездесті. Келісті қорғауға.
3 айдай айтысып тартысып жүріп, жеңіп шықты. Ұрлық жасаған Аконяның өз туған сіңлісі болып шықты. Оны қойшы. Бәрінен қызығы, адвокат мырза Аққуды кездесуге шақырды. Аққу аң-таң. Алғысымды айтармын көп болса деп шықты. Тал түсте ең керемет деген мейрамханада екеуі ғана отырды. Ақылбектің әйелі бала босану үстінде бірнеше жыл бұрын қайтыс болған екен. Ұлы 3 жаста. Анасы қарап отыр. Өзінің бар алданышы осы жұмысы екенін қысқаша жеткізді адвокаты. Сәл ойланып отырып, негізгі әңгімеге кіріскен. Аққу, мен өмірімде екінші рет үйленбейтін шығармын дейтінмін. Сені көргеннен менің адамым екеніңді түсіндім. Білем, балапаның бар екен. Бала екеумізге де кедергі емес. Екеуміз жақсы болсақ, оларды бізден жақсы тәрбие алып өссе деймін. Өтірік көлгірсу емес, шын сөзім осы. Келіссең, ертеңге созбай, қазір ата-анаңа барып келейік. Аққу қыз күнінде жігіттен мұндай әңгіме естімеген басы аңырып отырып қалды. Оқытушы мен студент, бастығы мен қызметкер арасындағы сезім хикаяларын естіп көріп жүрсе де, айыпталушы мен қорғаушының махаббат тарихын естімепті де. Аққудың ойы, бір рет қателік жасадым. Олжам, балам азамат. Екінші қателік жасадым. Өмірдің сыйы осы жігіт болып тұр. Бастата алмаймын. Сыйынды қабыл еттім. Өмір. Екеуі көп ұзамай бата алып неке қидыртты. Енесі басында қиқарланып еді. Келіннің адалдығына бас иді. Екі ол бауырдай тіл табысып кетті. Аққу ол екі батыр қорғайтын қарындас сыйлады. Ақылбек бақыттан мас болды. Жаратқанға сансыз шүкірлер айтудан таңған емес. Аққудың әке-шешесі дін аман, әжесі де. Көкбет келін 6 бала тауып, жыны басылған дейді ағасы бір сөзінде күлдіріп. Өкініштісі, атасы келместің кемесіне мініп кетті. Аққу бүгінде аяулы жар, ардақты ана, өте ибалы да көрегенді келін. Жүрген ортасында сыйлы. Аққудың сөзі. Өмір тек қайғыдан тұрмайды екен. Бұлт артынан күн шығып, кемпір қосақ аспанды әрлейтіні секілді. Әр қиындықтан соң керемет дүниелер орын алатынына сенемін. Мен бақытты әйелмін. Бастысы жүрегім таза, жаным тыныш. Біреуге өкпелеу, өткенге өкініш, қызғаныш, іштарлық деген жоқ менде. Адам өзі жақсы болса, айналасы да жақсылыққа толады. Деп кейіпкеріміз әңгімесін аяқтайды.